Бірде Омар радиаллаху анху Хайбар деген шайқастан бір жерге иемденеді. Бұл сахабалардың өмірін қарасаң қызық. Бұл сахабалар одан кейінгі табиғиндер айтып кеткен екен. Кейінгі ұрпақ біздің тарихымызды, өмір деректерімізді оқыса, аналардың ақыл-есі сау деп айтатын шығар деп сахабалар да табиғиндерді айтып кеткен ғой. Қараңызшы, оның жері бар. Омар жерге иемденді, бірақ сол жерді не істеймін? Қазір біздің қолымызда біреуімізге жер болса не істеймін? Біз бизнес көзін ойлаймыз, сауда көзін ойлаймыз, немесе соған басқа нәрсе ойлаймыз. Бірақ Омар жерге иемденген кезде бірінші оның сауабын ойлады. Бірден кімге барды? Расулалла саллаллаху алейхи вассаламға барды. О Алланың елшісі, менің үлесіме жер тиді. О Алланың елшісі, сіз айтыңызшы, не істеймін бұл жерді? Сонда Расулалла саллаллаху алейхи вассалам Омардың түріне қарап тұрып, қаласаң дейді, Алла жолына бер дейді. Алла жолында осы жер пайдалансын, одан түскен өнімді, одан түскен дүниені садақа етіп жалғастырып беріп отыр. Омар айтады, болды Расулалла, мен мына жерді Құдай жолына арнадым. Сөйтеді де оны сатылмайтын, мирасқа берілмейтін етіп оны қалдырып. Өйткені Омардың мақсаты не? Омардың мақсаты баю емес. Омардың мақсаты көздегені байлық емес. Оның көздегені, оның ниеті Алланың илахи разылығына жетелейтін бір іс қалдырып кетейін. Бір жер нәсіп болды деп жүгіріп Расулалла саллаллаху алейхи вассаламға баруында мән мағынасын қараңыз. Ол бірден ақыретті ойлайды сахаба. Алланы ойлайды. Мен осы істеген ісіммен Алла разы бола ма, болмай ма? Осы істі не істейін? Ол жерді осылайша беріп кетті. Әрине бұл одан кейінгі көптеген сахабаларға да үлгі болды. Көптеген сахабалар жарысып өздерінің дүниелерін берді. Уақып қып Құдай жолына атады.